Саламатсыздар ма, балалар? Қазақ тілі пәнінен бағдаршам тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұнын түсінетін боласыңдар, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайтын боласыңдар. Сондай-ақ сан есімнің не екендігін еске түсіріп, құрамына қарай ажыратып, мәтін ішінен табатын боласыңдар. Балалар, мына өлеңге назар аударайықшы. Қызыл көзін ашқанда, сынық сүйем баспалға. Сары көзін ашқанда, қарап қалма аспанға. Жасыл көзін ашқанда, өте бергін жасқанба. Балалар, бұл әрине бағдаршам. Енді осы бағдаршам қалай шықты? Қалай күнделікті тұрмысымызға енді? Сол туралы бейнероликті тамашалайық. Бағдаршам жарық пен гелді беру арқылы көшедегі автокөлік жолы мен темір жолдағы көлік қозғалысын реттеуге арналған құрылғы. Ол белгі беру тәсілдеріне қарай түрлі түсті бағдаршам, позициялық бағдаршам және құрама бағдаршам болып ажыратылады. Алғашқы бағдаршам типтес құрылғы 1868 жылы 10 желтоқсанда Лондондағы Британ парламенті жанында орнатылды. Оны ойлап тапқан өнертапқыш Найт атты азамат еді. Үш түсті электрлік бағдаршам 1918 жылы Нью-Йоркте, 1930 жылы Мәскеуде орнатылған. Темір жолдарда бағдаршам қызметі 20 ғасырдың басынан бастап қолданысқа енді. Бағдаршам белгі санына қарай 1-5 секциялы болады. Оның автоматты түрде немесе қолмен қосылатын түрлері бар. Алайда дүние жүзі бойынша көлік қозғалысын реттейтін алғашқы бағдаршам ақш-тың Огайо штатында 5 тамызда орнатылған еді. Қазіргі таңда елімізде дыбысты бағдаршамдар да жұмыс істеп тұр. Олар зағип жандар үшін өте қолайлы. Өйткені арнайы дыбыс жаяу жүргінші жолын анықтауға мүмкіндік береді. Бағдаршамдардың әсіресе жаяу жүргіншілер мен балалар және қарт кісілер үшін пайдасы өте зор. Олар қолайлы әрі қауіпсіз. Бағдаршамның тарихы жайында қысқаша мәлімет осындай. Жолда жүргенде абай болыңыз. Балалар, тыңдалған мәтін түсінікті болды деген ойдамын. Енді осыған орай төмендегідей оқу тапсырмаларын орындайық. Тыңдалған мәтін бойынша мазмұнын әңгімелеп бер. Екінші, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты бөліп жаз. Балалар, сан есімнің не екенін есімізге түсірейік. Сан есім заттың санын білдіретін сөз табы. Біздің күнделікті тұрмысымыз сан есімдермен тікелей байланысты. Себебі біз әр сайын уақытты сағатпен өлшейміз. Ал сағат сандардан құралады. Тіпті күнделікті аптамыз, апта күндері, ай аттары, бүгінгі күннің нешесі болғандығында міндетті түрде сан есімдер іске кіріседі екен. Осы сан есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Біріншісі дара сан есімдер, яғни ол бір түбірден құралады. Екіншісі күрделі сан есімдер, екі не одан да көп түбірдің тіркесінен не қосарлануынан жасалады екен. Мысалы, дара сан есімдер 1, 2, 3, 100. Ал күрделі сан есімдер 1000, 900, 304. Көріп тұрғандарыңыздай, күрделі сан есім екі не одан да көп сөздерден құралып тұр. Ал дара сан есім бір ғана сөзден құралған. Енді балалар, осы сан есімдерге байланысты төмендегідей тапсырманы орындайық. Бағдаршамның шығу тарихы туралы мәтінді қайта мұқият тыңдап шығыңыздар. Ішінен сан есімдерді аңғарып отырыңыздар. Және оларды құрамына қарай бөліп жазыңыздар. Мысалы, дара сан есімге 3 деген сөз жатады.
яғни үш көзді бағдаршам деп айтылуы мүмкін. Екінші, күрделі сан есімге 1869 деген сан есім жатады, яғни бірнеше сөзден құралып тұр.